Театрдың тарихи тұрғыдан қалыптасып, даму, өркендеу жолы әрбір ұлттың, әрбір халықтың өмір тұрмысымен, олардың өткен тарихымен және ұлттық мәдениетімен тығыз байланысты. Театр өнері қоғамдық ой-сананың негізгі бір формасы болып табылады. 1934 жылы Алматыда кәсіби ұйғыр театры ашылған күннен бастап, халқымыздың тарихын, мәдениетін, тілі мен әдет-ғұрпын көрермендерге паш етіп келе жатқан руханият деңгегі болып табылады. Ұйғыр театрының шымылдығы Жалал Асимов пен Абдулхай Садыровтың Анархан трагедиясымен ашылды. Ұйғыр театры өзінің даму жолында қиын да күрделі кезеңдерді бастан кешірді. Бір қатар әртістеріміз өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы зұлмат кезеңде қуғын сүргінге ұшырады. Сонымен қатар театрымыздан 57 өнерпаз екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда қолына қару алып майданға аттанды. Олардың басым көпшілігі соғыста оққа ұшып, біразы мүгедек болып оралды. Сол бір сұрапыл, барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін деген кезеңде әйел өнерпаздарымыз сахнада ерлер рөлін сомдап, театрымызды сақтап қалуға бар күштерін жұмсады. Соғыс басталғанда ұйғыр театры Алматы облысының Шелек ауылына көшіріліп, 1961 жылы Алматыға қайта көшірілді. Театрдың 60-70 жылдарындағы репертуарлық қоры мазмұн байлығымен, әрі оған енген шығармалардың әр алуандығымен ерекшеленді. 1967 жылдан бастап театрымыз ұйғыр музыкалық комедия театры деп аталды. Мың 1984 жылы ұйғыр театры құрмет белгісі орденімен марапатталды. 1994-2002 жылдары аралығында ұйғыр театры ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Театр ұжымының қаншама буыны армандап кеткен бұл ғимарат Қазақстан Республикасы үкіметі мен Мәдениет және ақпарат министрлігі тарапынан қолдау нәтижесінде қайта қалпына келтіріліп, құрылыс жұмыстары сәтті аяқталды. Театр ұжымында драма труппасынан бөлек халықаралық фестивальдардың лауреаты Нава фольклор ансамблі, Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты Яшылық эстрада ансамблі. Сада жастар эстрада және Рухсара би ансамбльдері көрермендердің көзайымына айналды. 90 жылда театр репертуары жаңа қойылымдармен молая түсті. Кәсіби театрымыз ұлттық драматургиямен қатар, бауырлас түрки халықтары мен әлемдік драматургия алыптарының шығармаларын сахналау арқылы
сол халықтардың өзіне тән ерекшеліктерін, бүкіл адамзатты ойландыратын мәселелерді көтеріп, сахна өнерінің асқақтауына үлкен үлес қосты. Uyghur музыкалық комедия театры бүгінгі күнде құрамында 200-ге жуық маман жұмыс істейтін, үлкен жетістіктерге жеткен өнер ордасына айналды. Ұжымда жоғарғы оқу орындарын бітірген білімді жастар жемісті еңбек етуде. 2016 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында театрға академиялық мәртебе берілді. 90 жыл ішінде гастрольдік сапарымыз көбейіп, көптеген шет елдерге шығып, би және музыкалық мәдениетімізді ұсына білдік. Соңғы жылдар театр үшін өте табысты болды. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай ұйымдастырылған Орта Азия мемлекеттерінің 8-ші халықаралық театрлар фестивалінде мәшһүр Галин фантасмагориясымен қатысып, үздік актерлық ансамбль номинациясы бойынша лауреат атанды. Жазушы драматург Дулат Исабековтың 80 жастық мерейтойына арналған Исабеков әлемі халықаралық театрлар фестиваліне мұрагерлер драмасымен қатысып, екінші рет үздік актерлық ансамбль номинациясы бойынша лауреат атанды. Грузияда өткен халықаралық театр фестиваліне Рухсара би ансамблі Вайнушка қойылымымен қатысып, үздік режиссер және фестиваль ұйымдастырушыларының үздік интерпретация арнайы сыйлығымен марапатталды. Нава фольклорлық ансамблі Қазақстан Республикасының Умай 2023 екінші ұлттық сыйлығының үздік музыкалық ансамбль номинациясы бойынша жеңіске жеткені соның айқын дәлелі. Биыл 2024 жылы Құдыс Қожамияров атындағы республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театры 90 жылдық мерейтой аясында Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Түрксой халықаралық ұйымының қолдауымен Түркия елінің астанасы Анкара қаласында Махмуд Қажғари тарихи драмасымен қатар достық сазы концерттік бағдарламасымен гастрольдік сапарда болды. Театрда ұзақ жылдар жемісті еңбек еткен, оннан аса өнерпаз, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері тәрізді жоғарғы атақтармен марапатталды. Тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жатқан біз ұйғырлар ана тілімізді сақтап, дамытып, оны насихаттап, ұйғырдың інжу маржаны 12 мұқамын ән биімізді, музыкамызды төрткүл дүниеге танытып отырған, өнеріміздің алтын бесігі болған, қасиетті қара шаңырағымызбен шын мәнінде осылай мақтанамыз.